Соңғы сәлемдесу Отада Тараз мемлекеттік университетінің құрамасы. Қызыма, сен қалаларды араладың, мен шақырған жерге келе алмадың. Келе алмағаның жақсы болды, мен де бара алмадым. Бақ, бір балаға. Бір бала вандада қырынды, одан кейін душқа барып жуынды, гүлін алып қызына бара жатыр, ал қыз болса бықсып ұйықтап жатыр. Менкі досыма, бір топ бала жиналып, ұрып кетті снопдокты. Бір бұрышта қиналып жеп тұрдым мен хот-догты. Қыс келіп, күн суытты, қарда жауды. Апам қорадағы қатып қалған сиырды сауды. Сиырдан сүт шықпаған соң, сауып, астына от жағып, осым бөт шықпек көттен деді. Бәріміз бардық жаннаға. Жанна отыр ваннада. Кіріп қалсақ ваннаға, ятай дедік жаннаға. Сомен әздері кезек берейік. Біздің жігіттер 3D кинотеатрында қорқынышты кино көрісінде. Жігіттер очкиді киік. Очки шешек үшін. Саламатсыздар ма? Қайырлы кеш. Ханымдар мен мырзалар, бүгінгі қоймен жүздесу бағдарламасына қош келдіңіздер деген келеді. Олай болса, бүгінгі біздің бағдарламамыздағы қонағымызбен таныс болыңыздар. Атыңыз? Баха. Ой, бәрекелді. Мынау, Қазақстан эстрадасындағы сүйіп тыңдайтын әншілеріңіз кім? Бахай. Мынау, сүйікті футболистіңіз кім? Бехам. Мынау, маған не тілейсіз? Бақыт. Мынау, елбасымыз айтып кетті. Мынау, елбасымыз болашағымыздың бірге қалайық деді. Мынау, экономикасы жайында не айта аласыз? Сұрақ ауыр болып кетті ма? Аха. Қарапайым автобуста болған оқиға. Так, түсетіндер бар ма екен? Қаншайын бет? Байтерек бар ма екен? Әкеңіз, прайс сөйлеңіз, 65 теңге. Аға, жақсы. Мынау кім тағы? Қақтан түсесіз? Жөндеп айт, не дейсің? Сенің қарның емес, тіріңтен май басып кетіпті ғой. Жөндеп айт, не дейсің? Түсінбеді. Кім баласың сен? Шешенбайдың баласымын. Кімнің? Шешенбайдың баласымын, не? Точно баласың ба? Анда-санда қызымын. Қызсың ба, баласың ба? Білмеймін, не? Түрің мужикке ұқсайды деген. Бергел. Осы жерден түс болып бар. Осы жерден түс. Брат, но мен айылдам емес қой. Шешенбайдың баласың ба? Астана қаласы Думан океанариумда болған оқиға. Не дегем? Мына балықты қырса. Аты қандай? Медуза. Мә, кәсім шалбар киіп алған медуза. Мына балық кем. Мына қой балық не ағып жүр? Саған. Мына кит ба? Кім ол мынау? Мынау. Таразың көбеншік емес, Олжас балаларын бар қайтып кет, не ағырсың? Қайтарға ақша жоқ. Ойна құталар, жастық шақты ескалар, биле құталар, жүрмеге әзер кеш қалар. Астана қаласында адасып алған жігіт. Мен қаяқтан табам. Саламатсыз ба? Саламатсыз. Байтерек қаяқта екен? Кім? Байтерек. Байтерек, тіке жүресің? Тіке жүрем. Соң кейін оңға бұрыласың. Оңға бұрылам. Соң кейін жүресің солға. Солға? Соң кейін жердің астымен өтетін, подзекімен өтесің. Өтем. Абайлы аяғыңды бордюрға шауып алма. Аяғыңды көтересің, соң оңға қарай қарайсың. Соң тіке тұрсаң, сояқта Байтерек тұр. Рахмет, брат. Аха, давай. Астана қаласының өте бір мәдениетті, сыпайы, ешкімге зияны жоқ жігітінің қызбен танысуы. О, қарындас. Не деген керемет едіңіз. Кешіріңіз, сізбен таныссам бола ма екен? 378 метр ары жүріңізші менен.
Не деген метр мынау, не деген метр. Қарындас, мен сіздің уақытымды алғаныма кешіре көріңізші мені, қарындас. Сізбен таныссам бола ма екен? Түрің онша емес, құрыш аняқа. Не деген сөз мынау, түрің онша емес деген. Жақсы көрем осы сөзді. Сізбен танысайыншы қарындас. Жуғаш деме, жуғаш. Жақындама. Не деген Айтқы болды ғой. Не деген соққы мынау, не деген соққы. Хабарлаушы, бері келіңізші, хабарлаушы. Не деп хабарладыңыз, мен айтыңызшы. Өте сыпайы, өте мәдениетті, ешкімге зияны жоқ жігіттің қызбен танысуы. Мынаны көрді ма қызарғанда? Енді таразың бұзық, жүйкесі тосып кеткен бала деп хабарлашы. Алдарыңызда тараздың жүйкесі жұқарып кеткен бұзық жігітінің қызбен танысуы. Нұргүл, не болды? Нұргүл. Жания болғандықтан ыдыс-аяқ салдыраламай тұрмайды. Алдарыңызда мақал мәтелмен ұрса беретін Жания. Жүр солай. Жүр. Елдің кеуін көрдің бе? Жұмыс істеп жүрейінде. Үйде жата берсен. Жалқаудың жаны тәтті, еңбектің наны тәтті деген. Әйелің жақсы болса басың төрге сүйрейді, жаман болса көрге сүйрейді деген осы екен. Сен маған айтып тұрсың ба бұны? Жоқ, ана камерадағы жігітке айтып тұрмын. Сен маған айтып тұрсың ба? Иә. Сен есің дұрыс па, ей, әкеге қарап ұл өсер деген білесің ба? Балаңа берген тәрбиең осы ма сонда? Болды, кетем болды. Жаман қатын кетем деп қорқытады. Қыз кезінде бәрі жақсы, жаман қатын қайдан шықты деп саған айтылған сұрақ. Мақал. Маған айтып тұрсың ба сен соны? Иә. Сен Мақал айтсай. қандай тамақ тоқты, қайғысы жоқты аздырар адам баласын деген білесің ба сен? Оттан да ыстық. Бұның еш қатысы жоқ қой бұл жерге. Мақал таппасақ өлеміз ба? Түй, мама, папа, ана үйдегі 2 метрлік арқан жіп қайда? Не қыласың оны? Қазақта әбәден мақал бар ғой, атаның жынды болса байлап бақ деген. Жүріңіздер, кеттік. Ойна құталар, жастық шақта еске алар, биле құталар. Кешіріңіздер, құдаша сәліші болып жүріңіз, құдаша жүріңіз. Тараз қаласындағы қарапайым бір ұрлықтардың бірі. Қанша жемқорлықпен ойнайық, түбі жаман екен ұмытпайық. Басқа ұлтқа күлкі болмай, жемқорлықты қойайық. Болашақтың іргесін бірге қалайық. Алматы, Атырау, Ақтау, Ақтөбе, Шымкент, Қарағанды, Семей, Түркістан, Арыс, Қызылорда, бүкіл Қазақстан, ең сүйікті қала менің Таразым. Кездесеміз тағы да, әлі осы сахнада, қыздар